Қайырлы күн достар, баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге әрі тойымды дәмді салаттың бірі оливье салатын бірге жасайтын боламыз. Бұл салатты білмейтін жан жоқ шығар. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Салатымызға қажетті дүниелер: тұздалған қияр, жұмыртқа, піскен картоп, піскен сәбіз, горох, майонез және колбаса, болмаса асылған етті пайдалануға болады. Ең алдыменен сәбізімізді төртбұрыштап турап аламыз. Болмаса менде осындай овощерезка бар, сонымен барлығын турап аламын. Және бәріне тез әрі уақыт үнемді пайдаланамыз. Келесі картопымызды да видеода көрсетілгендей турап аламыз. Қалғанын осындай резкаменен кесіп аламыз. Болмаса төртбұрыштап қолменен турап аламыз. Тұздалған қиярымызды да барлығын кезектеп төртбұрыштап турап аламыз. Колбасамызды да дәл осы алдындағы заттар турағында төртбұрыштап турап аламыз. Колбасаның орнына піскен асылған етті қоссаңыздар да өте дәмді шығады. Дәл осылай жұмыртқамызды да төртбұрыштап кесіп аламыз. Осы барлық заттың үстіне горохымызды да қосамыз және майонез өзіңіздің қалауыңызша қосасыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мен тұз қоспадым, өйткені тұздалған қияр бар. Салатымыз дайын және столға әркімнің қалауы бойынша өзінше әдемілеп қоя береді. Жасап көріңіздер және каналыма тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.